Феминист десе көз алдыңызға кім келеді? Ашуланған, ер адамларды жаман көретұғын хаял қызлар ма? Емаса заманагой, әділікті талап ететұғын инсанлар ма? Әдетте көпшілік оларды ер адамларға қарсы деп ойлайды. Бірақ та олай емес. Феминистлер кімлер? Олардың идеясы неден ібарат? Және оның пайда болу тарихы қандай? Бүгін осы сұрауларға жауап табуға харекет етіп көреміз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Ал феминизмнің өзі не? Феминизмнің тек арғы идеясы хаял образының жәмиетте қалыптасып қалған көрінісін өзгерту. Яғни, тарих давамында хаялға белгілі бір объект, айтайық, перзент дүнияға келтіру, үй тазалап ауқатлануға бір нәрсе таярлау үшін ғана керек болған объект сипатында қаралып келген болса, енді хаялды субъект, яғни тұлға сипатында қабыл етілуіне ұмтылу. Хаяллардың жәмиеттегі теңсіз орны хақындағы дәслепкі мағлұматлар антик дәуірлерінен басланады. Айымғы грек қала мемлекетлерінде үш қатлам бұқаралыққа ие болмаған: құллар, шетеллілер һәм хаяллар. Орта сірлерде хаяллардың басқарудағы жағдайы өзгеріссіз қалды, қайсыдыр мәністе жаманласты да. Мысалы, шіркеу хакимияты күшейген Европада хаяллар еркеклерге қарағанда гүнәкарлыққа бейімлірек деген көзқараслар кең тарқалған еді. Сол себеплі хаял қызларды менсінбеу, оларға ахметлі мәселелерді ісенбеу һәм тұтыну товары сипатында қарау күшейеді. Жәмиеттің осындай басымларына қарамастан іліми ізденулер, дүрітушілік һәм социалдық белсенділікпенен шұғыланып тарихта із қалдырған хаял қызларда бар. Орта сірлерде айрым хаяллар орнатылған фундаменталдық стереотиплерге қарсы шыға басылады. 13-ші әсірде Маргарита Паританская хаяллар үшін бірінші мәнауи кітапты жазады. Оның аты «Әпуайы қаліплер айнасы» еді. Оның пікірінше хаяллар пікір алысу үшін өз жәмиетлерін дүзуі керек еді. Бірақ оның хаял қызлар құқықы һәм тұрмыс тәрізі хақында көп сөйлейтұғыны сол уақыттағы жәмиетке онша ұнамайды. Солай етіп Маргарита отта жандырылады. Кристина Пизанская бірінші философ хаял. Ол орта сірлерде ер һәм хаяллардың тең құқылы болуы хақындағы қиялы бір жәмиетті жаратады һәм ол сол дәуірде әмелге аспайтұғындай болып көрінеді. 17-ші әсірге келіп Рене Декарт деген философ логика һәм ілімде хаяллар ер адамларға қарағанда үстемірек деген пікірді жүргізеді. Ал 18-ші әсірде болса, бұған жауап ретінде философ һәм феминист Мэри Уолстенкрафт былай дейді: ауа, ерлер менен хаяллардың имканиятлары арасында айырмашылық бар. Бірақ бұл айырмашылық жәмиет тарапынан жасалма жаратылған тәрбие концепциясы һәм берілетұғын білім менен байланыслы. 18-ші әсірдің және бір ірі феминист хаялларынан бірі Олимпия де Гуш хаял құқы декларациясын жазады. Сол уақытта жүз берген ұлы француз революциясы көбірек еркеклердің құқық һәм социалдық теңлігі хақында еді. Бұл декларация әне осы себептен жазылған. Улым алғанда де Гуштың декларациясы хаяллар құқының бірінші манифестіне айланды. Феминизм харекет сипатында 19-ші әсірде қалыптаса басылады. Біз қабыл етпеген низамларға һәм біздің мәплерімізді сөйлелендірмейтұғын хакимиятқа біз бойсынбаймыз, дейді америкалы бірінші феминист һәм ақштың екінші президентінің өмірлік жолдасы Абигейл Смит Адамс. Феминистлердің шөлкемлескен харекеті 1848 жылы ақштың Нью-Йорк штатында барлық хаяллар һәм ер адамлар тең жаратылған. Сүрені астында хаяллар құқыларын қорғау хақындағы низам қабыл етілуіменен басланады. Сезімлер декларациясы деп аталатұғын бұл құжет ақштың ғаресізлік декларациясы текарында жаратылған. Бұл құжет хаял қызлардың мүлік құқы, кәсіплерді еркін таңлау, толық білім алу һәм басқа мемлекетлерде тең құқылылығы сияқлы мәселелерді көтеретұғын еді.
Аяллардың сайлауда бірінші мәрте дауыс беру құқығы 1893 жылы Жаңа Зеландияда, 1902 жылы Австралияда пайда болды. Кейінірек сайлау құқығын Европа мемлекеттерінің аял қыздары қолға кіргізді. Финляндияда 1906 жылы, Норвегияда 1913 жылы, Дания һәм Исландияда 1915 жылы, Россияда 1917 жылы Октябрь революциясынан кейін, Канадада 1918 жылы, Австралия, Германия, Нидерландия, Польша, Швеция, Люксембург, Чехословакия 1919 жылы, 1920 жылы Америка Құрама Штатлары, 1922 жылы Ирландия, 1928 жылы Ұлыбритания, 1931 жылы болса Испания һәм Португалия аяллары дауыс беру құқығына ерісті. Феминизмнің 4 толқыны болған. Әзір болса біз 4-ші толқында жасап жатырмыз һәм ол 2010 жылы басланған. Бірінші толқын, яғни 19-ші ғасырдың ақыры һәм 20-ші ғасырдың басларында екі бағдар пайда болады. Либерал һәм марксистлік. Либерал бұл текарынан хаяллар жәмиетте барлық тарауда тең болуы һәм өзінің өмірін өзі белгілеуі тәріптары болады. Марксистлік феминист жеке меншік мүлк һәм капитализмде гендер зұлымлығының тамыры деп біледі. Сондай-ақ феминизмнің барлық түрлері хақында видео davomында айтып беремін. Ал 1945 жылы Бірлескен Милләтлер Шөлкемі уставында бірінші мәрте халықаралық көлемде ерлер һәм аяллар теңлігі инсанның текары құқығы сипатында белгіленеді. 1960 жылларға келіп батыста феминизмнің екінші толқыны пайда болды. Жаңа толқын белсенділері кәсіплік һәм тұрмыста аял қыздарға болған зұлымлыққа қарсы шықты. Зорлықтың барлық формаларына, минет хақы һәм кәсіплік өсу имканиятларының адалатсыз бөлістірілуіне қарсы күресуді баслады. Сол уақытта феминистлер аялдың репродуктив құқыларын қорғай баслады. Яғни енді олар перзентті дүнияға келтіру, ямаса келтірмеуді өзінің қалеуіне, сондай-ақ денсаулығына байланысты шешуі мүмкіндігін айтады. Бұндай құқық қорғалуының баслануына болса, сол уақытта аялдың денсаулығы қандай болуына қарамастан перзент дүнияға келтіру шарт деген көзқарасқа байланысты еді. Ал бұндай пікір болса, аял перзентін дүнияға келтіру уақытында өлім жағдайларының көбеюіне себеп болған. Екінші толқын уақытында патриархатты сынға алу һәм аял қызлар машқалаларына бағышланған бірінші іліми зерттеулер һәм жұмыслар пайда бола бастады. Патриархал мәдениет, саясат, экономика, шаңырақлық һәм жынси қатынасқылардағы патриархал тұрмыс тәрізі сынға алынды. Зорлық машқалалары сөйлеп болмайтұғын нәрселер, яғни аяллардың дәуірлі кеселліклері, олардың машқалалары додаланады. Аялдың орны асханада, ямаса балалар менен үйде деген көзқарас сынға алынады. Феминистлер аял өз карьерасынан уаз кешпеуі керек деп есаплайды һәм тең минет хақсын талап етеді. Феминистлер аялларға олардың жеке тұрмысының айырым тәріптері терең саясатластырылғанлығын һәм жынси теңсіздік текарында күш системасы оларға әсірлер давамында сіңдіріп келген көзқараслар екенлігін түсіндіруге әрекет етеді. Феминизмнің екінші толқыны әзірде бар болып, үшінші толқын менен бірге жасайды. Зерттеуші Эстела Фридман феминизмнің бірінші һәм екінші толқынларын салыстырып, бірінші толқын сайлау құқы сияқты мәселелерге ітібар қаратқанын, екінші толқын болса текарынан теңліктің басқа мәселелеріне, дискриминацияны жоқ етуге қаратылғанын айтады. Бұл арада радикал феминизмде жүзеге келді. Феминист десе ер адамларды жаман көретұғын аял қызлар ма деген түсінік әйне осы радикал феминистлердің тарептарлары себеплі жүзеге келген. Себебі бұл бағдардың тарептарлары аялларда қандай машқала жүзеге келсе, олардың барлығына ер адамлар айыплы, соның шында олар жаман болады деп ойлайды. Әрбір идеяның радикал бағыты болғанындай феминизмде де бар. Әне осы бағыт себеплі ер адамлардың осы идеяны масқаралауына себеп болды. Атап өту керек, феминизм идея сипатында ер адамларды жаман көру, оларға қарсы күресуге шақырмайды. Ол аялларды бірінші нәубетте инсан сипатында қабыл ету һәм ер адамлар менен тең құқылар берілуі керектігін назарда тұтады. 60-шы жыллардың феминистлері жазған машқалалар бүгінгі күнде де давам етпекте. 20-шы ғасыр ақырында феминистлердің белсенділігі және күшейді. Екінші толқынның вазипалары шешілмеді. Ескі феминизм тарапынан айтып кетілген шектеулер ахметсіз болып қалды. Жаңа байланыс каналлары һәм өз позициясын жеткеру ұсулары
пайда болды. Жазушы Ребекка Уокер 1992 жылы феминизм хақындағы мақаласында мен постфеминизм феминисті емеспен, мен үшінші толқын феминистімен дейді. Үшінші толқында феминистер көбінесе жәмиет үшін түсініксіз, атап айтқанда жыныс, тұлға темаларын көтере бастады һәм нәтижеде негативке дұс келді. Феминистер тек қана ер һәм аяллардың құқын белгілеу емес, ал олардың гендер рөлдерін, сондай-ақ ер һәм аяллар қандай болуы керектігін түсіну ахметлі екенлігін атап өтеді. Яғни үшінші толқын феминистерінің пікірінше жәмиет орнатқан қағидалар еркек болып туылудың өзі жеткіліксіз, белгілі бір қасиеттерге ие болсаң ғана ер адам боласың, яки аял болып туылудың өзі жеткіліксіз, белгілі бір қағидаларға әмел етсең хақиқи аял боласаң деген көз қарасты сіңдіреді. Яғни ер адам салмақлы болуы керек, көп пұл табуы керек, жыламау керек, жақсы хәзірлесе алу керек, мехрибан һәм күшлі болуы керек, майдаласпау керек һәм басқалар. Аял болса сөзсіз нәзік бойсынушы, ер адамның алдында көп ақыллылық қылмайтұғын, әләжі барынша онша сөйлемейтұғын, үй жұмысларын істейтұғын һәм назлы қарасларға ие болу керек. Үшінші толқын уәкілдері бұндай көзқарастың надұрыс екенлігі, ер адам ямаса аял орнатылған қаліплерге емес, өздерінің қалеулері бойынша жасауы керек екенлігінің тәріптары болады. Төртінші толқын феминистерінің пікірінше бұл дәуірде интернет активлігі барған сайын күшейіп барды. Бұның нәтижесінде түрлі аяллардың тұрмыслық уақиялары жәмиетшілікке тарқала бастады. Лаура Батис 2014 жылы бұған байланысты жойбар жаратады. Бұл жойбарда мыңлап аяллардың кемсітуіменен байланысты реал гүрімлері жарияланып басталды. 2017 жылы ақш-та жынси зорлық һәм күтімге қарсы Me Too ғалабалық кампаниясы басталды. Оның дәуірінде әрқилы тараулардағы көплеген абырайлы ер адамлар лауазымынан пайдалану һәм жынси зорлықта айыпланған. Феминизмнің ең кең тарқалған 6 түрі бар. Біріншісі либерал феминизм. Феминизмнің бірінші пайда болған түрі әйне осы деп есептелінеді. Себебі бұны 19-шы ғасырдегі феминистердің баянатларында, әсіресе ақш-та көру мүмкін. Либерал феминизм бұл аяллардың текарғы машқалаларын шешуге қаратылған. Мысал үшін, білім алу, мүлікке иелік ету, саяхат ету құқылары. Феминистлер бұл мәселелерді құқи, саяси һәм экономикалық жақтан шешеді. Олар түпкілікті өзгерістерге ұмтылмайды, ал реформалар һәм низам дүретушілігі арқалы аял қызлардың тұрмысын жақсылауды қалайды. Бұл түрдегі феминизм идеялары жұмысшы аяллардың капиталистлік дүзімнің жауызлығын қаралаудан басталады. Өтміштегі марксистік феминизмнің айқын уәкілдері Клара Зеткин, Лили Браун һәм Александра Коллантай 1920 жылларда совет ауқамы бұл әрекетке үлкен үлес қосты һәм гендер теңлігі көзқарасынан ең алдыңғы мемлекетке айланды. Аяллар тек қана дауыс беруі, асхана құллығынан құтылуы емес, ал ана болуды өздері шешуі мүмкін еді. Мемлекетте аборт низамластырылды. Марксистік феминистер үй құлшылығының нәтижесізлігін атап өтті. Ер адамлар һәм тұрмыс тәрізі үшін аяллар мәртебе, сондай-ақ білімлендіруден уаз кешеді. Марксистік феминистер бұны қаралайды. Марксистік феминизм уәкілдері тең минет тәрептарлар есептелінеді. Бұл бағдар уәкілдері әзірге кем бар. Олардан бірі былай жасады. 2016 жылғы зерттеу соны көрсетті. Ұлым алғанда үй тазалау, ауқат пісіру, балалар һәм кексе ата-аналарға қамқорлық етуге аяллар 23 жылын сарыплайды. Бұл 23 жылдық қосымша минет болып, ер адамлар текарынан оннан құтылып қалады. Социал феминизм бұл харекеттің ізбасарларының пікірінше аяллар тек қана капитализм емес, ал социалдық, атап айтқанда патриархал тарептен де езілген. Соның үшінде олар жәмиетті тек қана экономикалық емес, ал социалдық тарептен де өзгерту керек деп ойлайды. Егер марксистік версияда барлық аялларды бірлестіру мүмкін болмаса, себебі класслық күрес бұған кесент берген болса, социалдық феминизм аяллардың ұлыма бірлесуін бекарламайды. Радикал феминистер жәмиеттің текарғы машқаласын патриархатта ер адамлардың аялларға салыстырғанда үстемлігінде көреді. Олардың пікірінше патриархал идеялар бүткіл системаны қамтып алғанлығы себеплі оны реформалау мүмкін емес, тек жоқ ету керек. Бұнан сыртқары радикал феминизм жынси теңлік хақында сөз етпейді. Ол аялды бірінші орынға қояды, себебі ол сирек ұшырасатұғын репродуктив функцияға ие. Бұл ең жоғарғы абырай. Радикал феминизмнің экстремал формасы бұл ажыралу, яғни патриархал принцип текарында
құрылған мөнәсәбәтлерден ваз кешу. Егер де сізді феминистлер ер адамдардан өзін үстін қоюға ұмтылады, ямаса оларды жаман көреді деп ойлайтын болсаңыз, қайсыдыр радикал феминистің пікірін оқығансыз, ямаса естігенсіз. Негізінен бұл бағдардың уәкілдері басқаларына салыстырғанда жүді аз. Тек қана олардың шауқымы көп және социалдық тармақтарда белсенді. Бұндай инсандар себеплі бүткіл бір идеяны жаман көру енді хамен өзіне байланысты. Интерсекционал феминизм. Бұндай феминистлер хаялардың машқаласы бірдей көріністе емеслігін айтады. Мысал үшін, ақ денелі хаял теңсізлікті тек хаял сипатында сезінеді. Қара денелі майып хаял болса бір уақыттың өзінде 3 белгі менен азап шегеді. Жынысы, расасы һәм физикалық жағдайы. Сол себеплі бұл бағдар тариптарлары тек хаял қыздар құқылары үшін күрес емес, ал улума азшылық топарлары құқылары үшін күреседі. Ал енді еркеклер феминизміне тоқталсақ. Феминизм көз қарасына ие болған еркеклер де бар. Хаяллар һәм ер адамдардың хақиқи теңлігін бірінші болып алға қойғанлардан бірі англичан саясатшысы Джон Стюарт Милл еді. Заманауи феминистлер һәм профеминистлер атап өтуінше, патриархал жәмиет тек хаялларға емес, ал ер адамдардың өзлеріне де зиян жеткереді. Оларға ахметсіз қатынастықтарды, токсик еркеклікті жүктейді. Бірақ айрым феминистлер еркеклердің хаяллардың теңлігін қорғаудағы хақиқи үлесіне гуманланады. Олардың пікірінше ер адамдар хаял машқалаларын білмейді һәм бәрібір түсінбейді. Ер адамдардың феминистпен деуі айрым жағдайларда пиар, емаса қандай да бір қыздың күйеуін алуға ұмтылу сипатында бағаланады. Құласы сондай гәплер. Бүгінгі видеомызда біз жәмиетімізде көп айтылатын феминизм түсінігінің пайда болуы, оның түрлері хақында толық мағлұмат беруге харекет еттік. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.